Arkadaşlar sizinle birlikte bugün Albert'in жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз Будни подполковника ГИБДД түсіретін боламыз. Видеоны бастамай тұрып лайк басып, комментарий жазып кетіп, және де подписаться ұмытпаңыздар. Я қарап тұрсаңыздар, мен жаңадан 50-ші сервер Пермге көштім. Бұл до конца енді мой основной сервер болады, потому что Purple'да аккаунтым бана кеткен екен. Уже старый серверлерде ойнауға желание ашып кетті, потому что уақытта экономика жаман болады жаңа серверлерге қарағанда. Және де осы Пермде бізде күшті экономика и еще жақсы лидерлер, жаңадан келген лидерлер болады. Бізде енді Будда лидері на Black Russia, то есть Пермде. Жақында мен, наверное, лидеркаға тұрамын, бірақ бұл не точно. Бірақ біз сол лидерді алуға тырысатын боламыз. Ал біз енді видеоны бастаймыз. Біріншіден қарап тұрсаңыздар, менде 5-ші левел и мынау организация ГИБДД подполковник деп тұр. Даже слышь лидерсе, жақта, короче, мен никім тұрады қазір. Мен слышь лидерс қазір. И вот қарап тұрсаңыздар, міне ГИБДД Альберт Казахов. Телефонды өшіріп тастадым, өйткені әр күні маған күнде адамдар звондай берді, әртүрлі сұрақтар қойып, әртүрлі там заявка прими, анау мынау деген сияқты. Заявканы бәрін біз қабылдаймыз, оған кішкене уақыт керек только. Так, енді біз қазір міне қарап тұрсаңыздар, строй істейін деп жатырық. Енді неғықты бәрін келу керек, обязательно келмеген адамдарға выговор береміз. Как положено, причинасы НСС. НСС не екенін білмесеңіздер, онда ол непослушание старшего состава деп табылады. Қазір жерде уже хаб мазғына қалыпты. Қазір міне өйстіп бәрімізді ішіп алайық и қазір жатындарды күтетін боламыз. По норме бізде қазір 2 МП жүргізу керек. Мен қазір бұл бірінші МП, өйстіп және де математика деген МП. И осы жерде міне өйстіп сұрақтар қоясыздар. Мына жерде біз уже балдар береміз, балдардан кейін уже біз жаңағыдай не береміз, жаңағы ақшаларын береміз, либо там 20 мың, 40 мың, 10 мың өзінің усмотрениене қарай. Бірақ мен көбінесе 40 мыңдай беремін, потому что составпен айналысу керек. Ол үшін сізге дополнительно балл береді. И уже, например, лидерге баратқан кезде сіздерге ол плюс болатын болады. Мына жерде біз армияға көмектесіп жатырық, потому что олар бізге келіп, жаңағыдай, получается, бізге мат әкеп берді, материал. Былайша негізі бізде материал всегда толып тұрады, поэтому иногда мен складты ашып тұрамын, чтобы бәрі оружие алу үшін, либо өзім аламын. Так, енді мынаған біз жаңағыдай трейд тастаймыз и ақшаны береміз. Так, көрейік қанша ақша беретінімізді. Так, давайте 22 мың берейік. Міне 222. Подтвердить, бәрін подтвердить деймізді. Болды. Так, енді бізге қазір жаңағыдай біз қазір, короче, департаментский рацияны аламызды. ГИБДД ту ал деп жазамыз. Бәріне тоже айтамыз, что, например, свободна ли госполна, оны қысқа жазасыз С, то есть СГВ. Так, на это консулятор. За что я получил дейді, за опоздание дейміз, потому что опоздание тоже выговор береді. Ол негізі вообще стройдың біткен кезде ғана келді из-за этого. Так, енді мен өзім кабинетінде СГВ қазір бірінші уақытты көрейік. Так, 9:35 московское временемен. Так, получается, біз қанша дейміз, например, ну, қазір көрейік. Так, например, неше дейік? 9:50 десек нормально болады примерно, чтобы бәрін толтырып дайындау үшін. Так, енді біз қазір үстіға шығамыз, потом news дегенді басамыз. Далее создать мероприятие, название мероприятия, собеседование в отдел ГИБДД деп жазамыз, получается. Осы өзі сөйтіп шығады. Время оповещениеді мына жерде міне қараңыз 9:50 деп аламыз, потому что 9:50-де ол өз автоматически шығады. Мероприятие деген кезде описание иметь, паспорт, военный билет, лицензия на оружие, потом еще медкарты иметь ету керек деп жазамыз. Міне жаздық, енді дәлеген басамызды, және де выбрать место деген кезде осы біз тұрған жерді басылады. То есть, так, болды, мероприятие создано. Міне уже мероприятие создано. Қарасаңыздар, міне жители сейчас пройдет собеседование в отдел ГИБДД деп жазады. Мен отты біреу маған сұрақ қойып жатыр, ладно. Негізі новый серверде собеседование адамдар көп келмейді, потому что көбісіне жаңағыдай военный билет жоқ. Енді мына қазір көп тұрғаннан Нихет Апашев деген адам, получается, біз организация крысы келіп жатыр.
Енді соңына қарай біз просто аламыз да және де СКВ 10, так, например, 20-ға деп қоямыз да, потому что бізге еще совещание окончить керек. А мен всегда жарты сағат өткеннен кейін ғана окончить етемін. Өйстіп жасамыз да, сосын совещание окончить етеміз. Достар, егер де менімен бірге ойнағыларыңыз келсе, онда первым северный экран неке пригласившего Альберт Дип деп жазыңыздар, потому что енді ол менің новый ником. Жақында ғана ауыстырдым. Қазір енді мына видео монтажда, поэтому жақында ғана ауыстырдым. Ал сіздермен боламын мен бүгін Альберт Йонг, және де бәріңе сау.